Қайырлы күн барлықтарыңызға. Бізде Теслаға кешегі 8-ші июньға разбор жасағым келіп тұр. Бірақ та ең алдымен сіздерге айлық таймфреймнен бастап осы жаңағы разборды көрсеткім келіп тұр. Қараңыздар, жалпы бізде бүгін 9 июнь. 9 июнь это бізде июнь айының бас жағы, иә. Енді қараңыздар, бізде июнь болғаннан кейін май айы қалай келіп жабылып қалған екен. Жалпы май айының свечкасы бізде осы дистрибуционный свечкамыздың жаңағы ашылу жабылумен емес, зеркалкасымен және де төбесімен жұмыс жасаған екен, иә. Зеркалкасынан поддержка алып, май айы біз осы дистрибуционный свечкамыздың төбесіне дейін барып келдік. И май айы не істеді, енді осы жерде қарасаңыздар, май айы бізде осы дистрибуционный свечканың төбесін, иә, төбе жағын, максимум бағасын не перехай болып жабылып қалған екенбіз астыдан. Енді осы июнь айына біз не күтеміз? Мына біздің алып отырған жабылып қалған свечкамыздың өзі, мынау бізде өте қатты өсім берген дистрибуционный свечка, мынаның өзі бір средний дистрибуционный свечка, иә. Осының жабылу бағасы 435,79, және де бұның табаны менде 81,59 баға осыған келіп тұр. Бұның ортасы менде дәлме-дәл келеді, 404 және 407 аралығына келеді екен. Енді осы июнь айы не істеген екенбіз, иә. Осыдан 9 күн бұрын, бір апта бұрын, иә, допустим, баға осы дистрибуционный свечканың төбесіне недобитие жасады, иә. 435-тен емес, 433-тен мына жерден ашыла салды да, ашыла салып, осы дистрибуционный свечкамыздың төбесіне қарай барып келді. Егер де осы 435-тің үстіне қарай истина отырған кезде, біз мына дистрибуционный свечканың жаңағы төбесінен шығып, уже айлық бойынша мына макс бағаларға баратын едік, иә. Но біз олай істеген жоқпыз. 33 жақтардан мына 35-ке недобитие жасап, 33-тің жаңағы несінен бастап құладық. Құлап келіп не істедік біз? 407-ге дейін құлап түстік. 407-нің астын енді перилоу жасап, жаңағы құлап, дальше жаңағындай поддержка ала алмай құлайтын болсақ, келеміз дедім осы жаңағы свечканың табанына. Бұл свечканың табаны менде мынаның ортасына келіп тұр, иә. Осының ортасынан июнь айы ниже құлап кетсек, негізі баға келеді мына жерлерге дейін, иә. Осының табанына дейін. Алдымызда мынандай максимум баға бар, одан кейін мынандай табанымыздың бағасы бар, сол жерге дейін келеді жалпы. Енді қараңыздар, нефть бойынша біз өте қатты құлап кеткенбіз. Мынау пятница күніміздің біздің жүрген жүрісі. Пятница күні біз осы жердегі максимум бағалардан, мына жердегі дистрибуционный свечканың табанынан бастап баға құлады, иә, өте қатты құлады. Мынау бізде дистрибуционный свечка болды. Енді қараңыздар, жабылу бағасы бізде кеше 391,00 болды. Баға 394 жақтардан ашылған екен, иә. Негізі 394 жақтардан ашылып, кеше осы 394-тен бізді құлата алмай, иә, қайта-қайта келіп құлата алмай, поддержкасын алғаннан кейін кеше не істедік? Біз осы 404-те 60-қа өстік. Кешегі менің анализім бойынша былай берілген болатын сигнал. Так, мына дистрибуционный құлаған свечкамызды көріп тұрмыз. Зеркалкамыз бізде 407-де 82 болып тұр, иә. Табан жақтары бізде 94-95 болып тұр. Мына сары зона менде осы дистрибуционный свечканың табанының зонасы. Енді қараңыздар, табанының зонасы автомаркеттің свечкасы 85-ке дейін бір құлап келеді. Сөйтеді да, цена закрытиямыз тұр, үстіне қарай гепап қылып шығарып алады. Одан кейінгі 4 сағаттың 2 свечкасы бізде осы табаннан құлай алмай тұр, құлай алмай тұр. Баға барады 401-де 63, мендегі минимум баға. Отказ алып құлап келе жатады, но мына табаннан шығып кетсек, негізі, иә, 391-ге құлаймыз, дальше 85, дальше 81 айлықтың зеркалкасына дейін құлап келуші едік, иә. Но баға кеше бізде 401-ден выше жаңағындай
лонг ниже шорт деп берген болатынмын. Баға в моменте маркет ашылатын кезде өте қатты құлатып, мына 94-ке дейін алып келіп берді. 94-тен құлай алмай, кеше менде 401-ден құласақ, соңғы тейк 94 деген болатынмын. Дальше мына тейктарды берген жоқпын мен. 94 деген болатынмын. 94-ке дейін құлап келіп, осы жерден поддержка алып өсіп кетті. Баға келді, минимум бағаның үстіне қарай келе жатыр. Но 4 сағат бойынша мына жерден поддержка алғаннан кейін ол дневканың зеркалкасы 404-ке барады ең алдымен. Одан кейін осы жерден құлатпаса, баға 407-де 82 жақтарға дейін жүріп беретін запасы бар еді. Сапасы бар еді, иә, но баға бізде өсіріп келді. Мына зонаға дейін өсіріп келеді деген, мына жерде менде жаңағы нелер бар, минимум бағалар бар. Мына зона менде өте мықты қысылған зона ретінде алған болатын. Осы зонадан өткеннен кейін дистрибуционныйдың төбесіне дейін бұның не істейді, барып беретін запасы болған. Мынау так как өте үлкен дистрибуционный свечка болғаннан кейін бұның запасын бізде резкий бір күнде орындап бере салмайды. Импульс болады, но екі күндік импульспен беруі мүмкін. Мына күні, потому что біз агрессивно құладық қой. Дәл қазіргі баға уже бізде осы дистрибуционный свечканың ортасынан келіп поддержка алып тұр негізі, иә. Енді примаркеттің свечкасы ашылғанына қарай көреміз. Мынаның өзі бізде дистрибуционный өскен свечка. Осылардың үстіне қарай шығып, мына зонамның үстіне шығып кететін болса, баға уже мынаған дейін бүгін жүріп беретін запасы болады. Так, бүгінге разборым осы, кешегі менің өзімнің кірген жерім. Так, менің өзімнің кірген жерім міне. Баға 95-ке құлап келіп, уже осының үстіне шығып бара жатқанда кірдім. 401 жақтарды ала алмай қаншама свечка тұрып қалды, иә, міне. 5 минут, мына 5 минуттен басып санайық. 5, 10, 20, 25, так, 5, 10, 15, 20, 25. 25 минут бойы осы жерді ала алмай тұрып қалғаннан кейін мен өзім сделкамды жауып шығып кеткен болатынмын, иә, кешегі күнге қанағат ретінде. Но баға мен айтқандай 404-ге барып берген, одан кейін 407-дегі зеркалкаға барып, менің зонама барып тіреліп қалған екен. Кеше әдемі өзім болған, иә. Но мына жердегі 25 минут бойы отырып күткеннен кейін мен почему-то сделкадан кеше ерте шығып кеттім. Так, менің анализім кешегі күнге осы болды. Дәл осылай анализді қарадым.